Ал, айта беріңіз. Біз қазір Молбұлаққа бір 4-5 километр қалып тұрып, машинадан түсіріп, жоғарыдан түсіріп тұрмыз. Міне, қазір сіздердің алдыңызда екі, біреуі мынау екі стена, ұзын стена. Бұрын осы жерде шошқа базы жасаған екен. Соны шошқаны базы бітіп, шошқаны әкеліп, неғылса бір 2-3 күннен кейін сол шошқаның бәрі қырып өліп қалған. Сонан кейін шошқаны да көзін құртқан, қорасы да сонан кейін сол қорадан қалғаннан ештеріктері екіне. Одан кейін мына үш талдың ар жағынан қалың не көрініп тұр екен, ағаш. Сол ағаш Молбұлақтың басындағы ағаш. Сосын былай қыр жағалап, бұны неге өтіп тұр әнекей, ағаштар өсіп тұр. Сол ағаштар Молбұлақтың ағып төмен қарай аққанға дейінгі аралықтағы өсіп тұрған ағаштар сол. Сосын жаңағы жұбайының, әйелінің, ол Моалтау Мақпал әжеміздің атына қойылған жерде бар. Мақпал ауыл, Мақпалтау, ол где-то ана жерде Мол ошағымыздың ар жағында бір 10-15 километр жерде Мақпал деген атаулы жерде бар, Мақпал тау деген де бар. Содан кейін Қара Шаңырақ деген де жер бар. Енді ол Қара Шаңырақтың үстінде менен көп неғыла бермеймін, әдірс ағам айтатын еді, ол Қара Шаңырақ біздің шаңырақ қой деп қояды. Қара Шаңырақ қой, мұңал Қара Шаңырақ деп. Енді дұрыс қой. Енді ол жақтың жігіттері де ауылын үлкен үйде Қара Шаңырақ деп айта береді екен. Сол ма басқа ма? Енді Қара Шаңырақ мұңалға келіп тұр ғой енді. Біз әйелі жаңағы айтып отырғандай, осы қырдың барлығы сол кісінің жері. Сонда мына жер Қара Шаңырақ болмай не болады енді? Дұрыс шығар енді. Дұрыс қой енді. Өзі енді сол кезде мысалға енді бұл кісі мұңалдардың сол кезде адайлардың бұл жерде жайлағанда олардың енді жаңағындай Құдайке келін берді, қалың әскерімен келді, жергілікті дулаттармен бірігіп жаңағы осы жерді жаудан қорғады, жаңа ойрат қырған деген жерлер бар. Жаудан қорғады, атақты адамдар, мына мұңал атамыз мына жерде сол әскердің адамдарды емдеді. Ол жалғыз тек қана адайдың емдеген жоқ қой, ол сол кезде қазақтың бәрін емдеді неге. Содан кейін енді мына жерде мұңал атамызды қатты сыйлайды олар, мысалға. Сол мұңал атамыздың аты Мұңалбұлақ мына жерде, ана Мұңал ошақ, мына жерде сол мұңалдың адайлардың Қара Шаңырағы, бұл Қара Шаңырақ деп айтқан ғой енді. Енді әйелі мысалға Мақпал әжеміздің атын осы кезге дейін 600 жылға дейін сақтауы оның барлығы жайдан жай емес қой. Мұңал ошақ деген атаудың сақталуы жайдан жай емес. Мысалға сіздер ана басына тас қойып жатсыздар, Мұңал ошақ деп мысалға. Мұңалбұлақ деп. Енді осы жерде ол Мұңалбұлақ болмаса, осы жерде болмаса Мұңал басқа бір адамның адамы болса айтады ғой, келіп айналайын мынау біздің атамыздың жері деп мысалға. Олардың енді ол кезінде бұл жерде Мұңал атамыздың тұрғаны барлығы енді тарихи дәлелденіп тұр ғой. Енді қазір айтайын дегенім, мына жақта қараңызшы, қандай керемет. Қазір қандай керемет жер мына жерлердің барлығы, Мынау дейтін қазақтың кәдімгідей ең мысалға мықты, ең бай жерлері ғой. Осы жерлерге қаншама жау көздікті, қаншама жоңғар, қалмақ. Мына беттен даже жаңағы айтып отқандай Қытай, неше түрлі жаулар осы жаққа, осы жерлерді алғысы келді ғой. Алғысы келді осы жердің барлығын. Бірақ та енді осы жерлерді қорғайтын да батырлар керек қой. Енді сол үшін жаңағы кезінде енді жаңағы Елтай батыр келді қырдайларымен. Осы жерден ұйғырларды қуды, мысалға Қарахан иттерді қуып шықты. Енді содан кейін жаңағы мына қазақ хандығының кезінде, оның Ноғайлының кезінде жаңа Мұса жіберіп өтті Құдайкемен келін берді осы жаққа әскерімен. Олар келіп жаңағы мысалға осы жерде орналасып, осы жерді қорғап атып көмектесіп жергілікті халыққа. Енді оның барлығы енді жалғыз тек қана адайлар келіп жеңе алмайды ғой, мысалы Қарахан иттерді. Ұйғырлар да мықты мемлекет. Олармен енді сол жергілікті халық дулаттарымен бірігіп, дулат өз ағам деп дулатпен бірігіп, басқа үйсіндермен бірігіп, осы жерден жаңағы Қарахан иттерді қуды, ұйғырларды. Одан кейін алып та мысалға кейіннен жоңғарларды, ойраттарды қуды.
енді осының барлығы енді біздің енді ата бабаларымыздың сол кезде қандай жау жүрек болғаны, қандай батыр болғаны, енді қазақтың мысалға осы жерлердің барлығын қорғауға мысалға енді туытына кіші жүздегі қазір адайдың сол кезде ата бабалардың атсалысқаны, оның барлығы енді тарихта жазылған ғой. Соның барлығын біз енді қастерлеп сақтауымыз керек. Мысалға енді міне қазір атаның басына бара жатырмыз. Қасиетті бұлақ. Енді осы жерден көрсет. Мына жол бар ғой. Мына екі жолда киелі жол. Мынау бұлаққа апарады, мынау Моңғол жаққа апарады. Вот, міне. Керемет жол. Ана жол. Міне қазір мына жол, міне мына жол келетте бірден екі айырылады. Екі айырылғанда жаңағы ағамыздың айтып тұрғаны мынау міне Моңғол бұлақ қалып барады. Мынау тіп-тіке Моңғол ошақ қалып барады. Енді мысалға осы жолдар жайдан жай салынбаған ғой. Кезінде осы жолдармен мысалы арбалар жүрді, ат жүрді. Сол енді мына Моңғол бұлақ пен Моңғол ошаққа енді адамдар барып, енді адам емдейтін жерлер ғой енді. Жаңа госпиталь дей ме орысша айтқанда. Мына кісі енді сол госпитальдің мысалға айтып отқандай емшісі. Енді сондай адамдар болып тұр ғой жайдан жай.